Қазақ халқының дәстүрі бойынша қыз-келіншектер әшекейсіз жүру ол әдепсіздік деп санаған. Әшекей бұйымдарды тек қана қаралы күндерде тақпайды. Әйел адамның көзі тірісінде әшекей бұйымдарынан айырылу ол өліммен тең деп санаған. Осындай салт жоралғылар үнді халықтарында да көп кездеседі. Мәселен, жесір әйелдің әшекей бұйымдары тақпайды және олардың киімдерінде әшекей бұйымдар болмайды. Әшекей бұйымдарды тек қана мынадай екі жағдайда тақпайды. Біріншіден, әйел адам босанған кезде, екіншіден, күйеуін жоқтаған кезде әшекей бұйымдарды тақпайды. Сондықтан біздің қазақ қыздары бала жастан өмірінің соңына дейін әшекей бұйымдарды тағып жүрген. Қазақ халқында мынадай нақыл сөз бар: әшекейсіз әйел жапырақсыз ағашпен тең деген. Сондықтан да біздің қазақ халқында әшекей бұйымдарды қарт әжелер және орта жастағы әйелдер, қыз-келіншектер барлығы қолынан, білегінен тастамай тағып жүрген. Осы әшекей бұйымдарға байланысты және әйелдердің сән салтанаты туралы мен сіздерге бүгін бір аңыз әңгіме айтып берейін. Ертеде Адам ата мен Хауа тыйым салынған жемісті жеп жұмақтан қуылады. Осы кезде Алланың әмірімен періштелер Адам атаның басындағы тәжісінен бастап інжу моншақ сән салтанатты бұйымдарының барлығын алып қалады. Ал Хауаның әшекей бұйымдарына тиіспейді. Оның дүр жауһар сақинасы, інжу маржан тәжісі, лағыл моншақтары, сәнді бояулары барлығы қаз қалпында қалады. Осы кезде Адам ата: ей Алла, сен менің барлық сән салтанатымды алып қалдыңыз да Хауанаға тиіспедіңіз. Осының сыры неде деп сұрайды. Осы кезде Тәңірі Тағала: ей адамзат, сен күн болсаң, Хауа сенің шұғылаң. Ер азамат әйел адамның қорғаны. Сенің жауапкершілігің, міндетің өз бойыңда. Мен Хауананы сен үшін нығмет етіп жараттым. Сенің кесіріңнен бола Хауананы жазаласам, менің әділдігім қайда? Сондықтан Хауананы мен жазаламадым дейді. Мінекей, осыдан бастап қыз-келіншектердің әдемілікке, әсемдікке, әшекей бұйымдарға құштар болатындығы және асыл тастардан жасалған алтын, күміс әшекей бұйымдарды таққан кезде көріктеріне көрік қосып ажарлана түсетіндігі осы аңызға байланысты болса керек. Иә, біз қыз-келіншектер әсем болайық, әдемі болайық, әшекей бұйымдар тағып жүрейік. Бұл біздің ата-баба салтымыз. Әшекейсіз әйел жапырақсыз ағашпен тең деген. Мінекей, әшекей бұйымдардың қасиетін біле жүрейік. Сіздермен бірге болған мен Бахаргүл Төлеген. Назарларыңызға рахмет.